أوقف عمو قول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bir elді су, bir elді қар басуда, басқыншылық басқа елде жалғасуда, қара көзден қанды жас құйылып кеп, толықсиды өзендер арнасында. Гүлдеп тұрған бақтарды, үсік шалды, туылғалы тұрған төл түсіп қалды, орман таулар кенеттен отқа оранып, қашалмаған қаншаман пісіп қалды. Пісіп қалды балықта теңіздегі, дінсіздіктен бүлінген негіздері, 9 жасар қыздарын топқа салып, ең жексұрын табысты ел іздеді. Шырылдаса жөн айтып шын асыл ер, тыңдамайды сөздің ең ырасын ел, 7 ағайын жұт кессе жердің бетін, соның бәрі адамның күнәсінен. Бұл жағдайды төтенше патша көріп, қазынадан жөнелтер ақша бөліп, ол ақшаға Құдайдың бергені деп, жетер небір жемқорлар атша желіп. Алармандар анталап, ала сұрған, ала көзі қанталап жанатындар, бұрын келген молырақ қармайды деп, бүлінгеннен бүлдіргі алатындар. Қар көшкіні біресе құрғақшылық, құрымасақ келер-ау бір жақсылық, аятынан Алланың адамдарға әумесердің әні тұр қымбат шығып. Даңғаза мен дақпырттан құлақ тұнып, даңқ құмарлар далбақтап жүр аптығып, кешегі жан беруге дайын достар кетуде бірін-бірі лақтырып. Теңдесі жоқ жасардай сұмдық ерлік, 100 грамды жұттық та жынды болдық, содан болар шегіртке бұршақ түгіл, өрмекшілер жауған бір күнді көрдік. Алдау арбау, айналаң, пара жала, пейілінде пенденің қара жара, жұмсақтықтан жүректер жұрдай болып, тасқа айналып келеді, бара-бара. Жылылыққа шақырған сөзден жеріп, оң терісті қанеки безбендер жұрт, еміс-еміс құлақпен естігенді, оқтын-оқтын қаламыз көзбен көріп. Азғындаған рухы ел жүдеді, еркек-керкек емексіп ел жүреді, қарағай басын шортан шалған дайын, көрінді ақыр заман белгілері. Жаңалықтар жаңғырып жаһан ғажат, үлкенін сабайды жас сақалданап, атың өшкір қыз теке дегендерді көріп бекен бұрындар атам қазақ. Шектен шыққан шірікті кім тиялар, айту тұрмақ тыңдауға жұрт ұялар, өліп қана қалмастан жүрау небір, өз жынысын өзгерткен сұрқиялар. Жаңылған соң шахадат кәлимаңнан, жамандыққа айналар пәни жалған, шырылдатып қыз емес, шырқыратып сәнге айнала бастады сәби зорлау. Құдайдан қорықпаған кісі надан, шайтанға ілескеннің ісі жаман, қаншама қауым кетті тып-типыл боп, Алланың қарғысына ұшыраған. Жалын шарпып өтсе де жалаңдаған, дауыл жайпап өтсе де далаңдаған, таудай толқындар тулап келіп, жағадағы ел жағдайы жаман болған. Қақарланып қара жер сілкінгенде, қалалар қирап қалған заман болған. Жермен жексен болса да жер дүние, Құран менен мешіттер аман қалған. Ауыр апат жетсе де жойқын қайғы, байқамайды көпшілік айқын жайды, қанша шығын болғаны хабарланып, неге олай болғаны айтылмайды. Айтпайды оны, ал біреу айталмайды. Жер анамыз бекерге шайқалмайды, күнәлардан тыйыл да көмек сұра, Алла ешқашан тілекті қайтармайды. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар, еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.